Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім. Бүгін құймақтан жасалған дәмі өте ерекше торттың жасалу жолын көрсетемін. 2 жұмыртқаны алып жарамыз. 2 жұмыртқамыз жарып болдық. Одан кейін сүтімізді құямыз. Sütümüzді құйып болғасын, майымызды құйдық. Енді кішкене қасықтың ұшымен тұзымызды, шекерімізді 2 қасық салдым мен, чайный ложкамен енді өз қалауларыңыз бойынша, өз еріктеріңіз. Суымызды құйдық, ұнымызды 2 бөліп жақсылап араластырамыз. Мен ұнымды сеткадан өткізіп алдым. Жақсылап түйіртпектері болмау керек, жақсылап араластырамыз. Енді құймағымызды құйып пісіріп жатырмыз. Жұқа керемет. Табамызға құймағымызды болдық. Енді міне табамызға сгущенканы құйдық. Ағып пісіріп болған құймақтарымызды жайлап саламыз. Құрттай слабый огоньға да түп тұрады. Астын газын жайлап басып қоямыз. Сгущенкамыз кішкене нету керек, сұйық болу керек. Осыны енді сгущенкамыз сұйылды. Үстіне құймағымызды сала береміз. Арасына сгущенка жүгіртіп тұруға болады. Құймағымызды бір-бірлеп жайлап сала береміз. Ол кішкене бұғып тұрады. Сгущенканы бойына сіңіреді. Өз қалауларыңыз бойынша арасына жүгіртіп тұруға болады. Сол табан ішіндегі сгущенка бойына сіңіп, әзір біздің бойына сіңіріп алды сгущенкамызды. Енді кесеміз. 4-ке бөлдік. Одан тағы да торт сияқты етіп бөле береміз. Орталарына дейін сгущенка кіріп сіңіп тұрады уже. Енді бетіне себуге де болады, сепсеңіздер де болады. Үйде не бар, сонымен істеуге болады. Мен арышке септім. Торт болғасын, желательно сепкен жақсы. Керемет. Әрі оңай, әрі жеңіл, әрі өзімізде күнделікті бар құралдар. Міне әзір тортымыз. Ас болсын, менің неме жазып